Қайырлы күн достар, менің есімім Гүлназ, менің парақшама қош келдіңіздер. Менің парақшама тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Мен сіздерге бүгін каркадияның пайдасы мен және зияны туралы айтқым келіп отыр. Алдымен пайдасы туралы айтайын. Каркадия гибукс гүлінен дайындалатын сусын. Каркадияның құрамында көптеген микроэлементтер бар. Мысалға, магний арқасында ол жеңіл тыныштандырушы, түйілуді басатын қасиетке ие және зат алмасуды ретке келтіреді. Сонымен қатар оның құрамында кальций мен фосфор сүйектерді тісті және шашты қатайтуға және темір қаназдықты болдырмауға көмектеседі. Каркадияның құрамында А, С, Р және Б тобының дәрумендері өте көп. Ол қан тамырлар қабырғасын қатайтуға ықпал етеді және де жүйке жүйесін реттейді, күйзелістен қорғайды және көңіл күйді көтеретін қасиетке ие. Ал әрбір заттың пайдасымен қоса зияны да жүреді. Зиянын айта кетейін мен сіздерге. Каркадияның жоғарғы қышқылдығы гастрит және жараның ұлғайған түрі бар адамдарға абайлап ішу керек. Оны несеп тас немесе өт тас ауруы кезінде қолдануға болмайды. Себебі ол несеп айдағыш құрал болып табылғандықтан бүйректегі және өт қабындағы ауыртатын тастарды қозғап жіберуі мүмкін. Сонымен қатар каркадия кей адамдарға аллергия беруі мүмкін. Каркадияны кішкентай балаларға, соның ішінде диатезбен қиналатын балаларға бермеңіз. Жүкті және емізетін әйелдерге қауіп деңгейі орнатылмаған, сондықтан дәрігерден кеңес алған жөн. Ал каркадия бір жақсы жері ол қысымды ретке келтіріп, ағзаның жалпы жағдайын жақсартады. Сол үшін жазды күні каркадия ішіп тұруға кеңес етемін.